Күлсең кәріге күл, кәрілік ауру емес, Құдайдың берген нығметі, бірақ сол қартайған шағымызда алдымызда көмекке келер жандар болатын болса, өте нұр үстіне нұр болады. Сол қартайған шағымызда кейбір сынауларға тап боламыз. Жалпы ол дегеніміз ұят та болса айту керек, көп жерде ұят деп жатады, бірақ зәр шығару мәселелер болып табылады, және де жіберіп қою, қуықтың ұстамауы. Былай айтқанда цистит дейміз ғой, еркек кісілерде көбінесе простатит деп аталады, уретрит деп аталады. Әйел кісілерде көбінесе цистит, мысалы үшін 50-ден асқан, 45-тен асқан әйелдерде және жас келіншек, ер кісілерде де көп кездесетін ауру, ол цистит болып табылады ағайын. Енді бұл циститтің былай айтқанда түрлері көп. Циститтің бүгінгі видео көретін видеоларыңыз именно цистит жайлы болып отырады. Соңына дейін тамашалаймыз, лайк қойып тіркеліп өтеміз. Және де ағайын, видеоны соңына дейін тамашалаңыздар, именно сіздерді циститтен қалай үй жағдайында емделуге бола ма деген сұраққа жауап табасыздар. Өте керемет, өте күшті жаттығулар дайындап қойғанбыз. Және де жаман комментарий жазатын кісілер кішкене сабыр сақтаңыздар. Бұл сіздер үшін арналмаған болса да, басқа кісілер, осы мұқтаж кісілер бар, именно циститтен мазасы қашып жүрген кісілер бар. Соларға да көмегіміз тиер деген мақсатта жазып отырмыз. Не үшін лайк бассын деп күніге постоянно айтамыз, өйткені сіздерден де бөлек ол шалғын аудандарда YouTube соларға жетіп бару үшін, YouTube-тың каналдар соған жетіп бару үшін лайк қосаңыздар, YouTube ары қарай видеоларда қоя беретін болады, көрсете беретін болады аудандардағы, ауылдардағы ағайынға. Сол себепті біздің арнамыздан алыстамаңыздар, біз ары қарай жалғастырамыз. Ал жалпы цистит неден пайда болады? Біріншіден, суықтау деп аталады, былай айтқанда суық жайлы. Және де ең главный мәселе ол тік ішек таяқшасы, яғни ішек таяқшасы дейміз, ол тік ішек жақта орналасқан болып табылады. Біріншіден. Екінші мәселе, екінші себеп, циститке себеп ол не? Яғни инфекция, дәрет алғаннан инфекция. Және де өзіңіздің организміңізде болып жатқан инфекциялар сол циститті тудырады. Мен дәрет алмаңыздар деп жатқан жоқпын, бірақ дәрет алудың да дәрет алуы бар, былай айтқанда. Дәрет алған кезде мұздай сумен дәрет алатын кісілер бар. Или дәрет алып болғаннан кейін кептірмей, яғни кішкене қағазбен де сүртпейтін кісілер бар. Су іш киіммен кетіп, ары қарай өздеріңізді білесіздер, кейін не болып жататын, жалпы туалетке жүгіреді, анда-мында барады. Үлкен кісілерге вообще қиын, олар айтуға ұялады. Үлкен кісілер айтуға ұялады бәрімізге. Біздерге ғой сәл бір жеріміз ауырса, врачқа баруымыз мүмкін, бірақ үлкен кісілер не деп айтады? Бұтыма жіберіп қойып жатырмын деп айтпайды ғой мысалға да. Сол себепті ол нәрседен ұялудың қажеті жоқ. Дер кезінде цистит болатын болсаңыз, туалетке көп жүгіріп жатқан болсаңыз, туалетке баратын кезде ашып шығатын болатын болса, именно сол циститтің ең острый түрі, яғни ең күрделі түрі болып табылады. Оны дер кезінде емдеу керек ағайын. Емделмесе ары қарай жалпы асқынып кете береді, және де хронический циститке айналып келеді, яғни созылмалы циститке алып келетін болады. Енді бағана айтқандай тек қана кәрілер емес, жас қыз келіншектер де циститпен ауырады. Оған не себеп болады? Жас қыз келіншектерде әр ай сайын етек кірі келеді. Етек кірі келген кезде адамның, именно әйел кісінің маткасында, яғни әртүрлі гормональный құбылыстар болады. Нарушение деп жатқан жоқпын, гормональный нарушение емес, гормональный құбылыс дейміз, яғни өзгерістер пайда болады. Сол мәселе бойынша именно әр етек кірген сайын инфекция жоғады, іштен инфекция шығады. Әйел адам етек кірі келген сайын не болады? Ай сайын тазарады, оны білеміз. Тазарған кезде именно не болады? Тазарап отқан кезде іштегі инфекциялар шығады. Яғни әр ай сайын етек кірі келген кезде матка жаңадан бала көтеретін сигнал береді, яғни яичниктарын жұмыс істеп, маткалар жұмыс істеп, трубкалар арқылы өтеді, ал соның арасында инфекциялар да шығады. Инфекциялар сол іштен, ол іштегі инфекциялар. Енді сырттағы инфекциялар дәл сол бағана айтқанымдай дәрет алғаннан болады. Дәретті дұрыс алмағаннан болады. Судағы дәрет алатқан суыңыздың ішіндегі инфекциялар да болады. Сол себепті енді спиртпен жу деп жатқан жоқпын, енді просто жуғаннан кейін кішкене кептіру керек деп жатқан жерінде сол. Келесі мәселе,
именно не үшін циститте сондай инфекциялар болады? Циститтің өзі, цистит кезінде зәрді, яғни сідікті зерттеп қараса, ішінде 3 түрлі нәрсе бар. Біріншіден, ол лейкоциттер және эритроциттер. Ең главный белок. Мысалға, сіздер анализ тапсырған барған кезде, мысалы, медосмотрға зәрді, яғни мочаны тапсыр дейді. Оның ішінде әртүрлі показательдер бар, қанша лейкоциттер, эритроциттер, именно белоктар, именно сол үшеуі өте көп мөлшерде болады. Именно цистит кезінде. Өйткені почкалардың жұмыс істеу қабілеті орасан болады. Мынау белдегі ауырғанда содан болады. Әйел кісілер етеккір келген кезде көбінесе бел ауырған болатын болса, ол инфекцияның белгісі. Ол просто жайдан жай ол бел ауыра бермейді мысалға. Көп кісілер мысалы үшін эрозия болуы мүмкін, миома мысалы үшін кистаның болатын адамдар бар, әйел кісілер. Киста болған жағдайда да оны сіз білмеуіңіз мүмкін, миома өсіп кете береді. Миома өсіп кете берген сайын не болады? Жалпы әртүрлі микробтар да, инфекциялар да содан пайда болады. Өйткені ол самый уязвимый нәрсе ғой, былай айтқанда. Қанаптың бет жағында қаншама инфекциялар болады. Сол себепті өздеріңізді қатты күтіңіздер. Цистит болған жағдайда сіздер именно қатты жылы киінуіңіз керек. Енді шуба, тонны киіп жатқан жоқпын. Аяқ, шұлық, нәски киген жақсы. Өйткені аяқтан өтетін суықтықта тікелей қуыққа әсер береді. Және де жатқан кезде кішігірім жарты сағат грелка қойып жатқан жақсы. Қуыққа грелка қоятын болсаңыз, өте пайдасы зор оның. Грелканы баяғылар қолданатын, қазір ешкім қолданбайды грелканы негізі. Бірақ грелканы алып, именно егер грелка болмаса, баклажка кәдімгідей ыстық суды, жылы суды құйып алып, сол грелканың орнына баклажканы қолдансаңыздар болады мысалы. Онда тұрған ештеңе жоқ. Ең главный мәселе бұл жерде сол жылуды біраз ұстап тұру ғой бұл жерде, сол болады. Енді бүгін жаттығуымызды бастаймыз. Сіздерге именно Тибет медицинасынан келген жаттығуларымызды бас көрсетеміз. Айтып кетерім бар, жалпы кешегі комментарийлар бойынша айтып кетейін сіздерге. Енді мен WhatsApp, яғни WhatsApp нөмірімізді именно осы описание, осы видеоның описаниясына кірсеңіздер, жазылып тұрады. Егер қандай сұрақтарыңыз болатын болса, комментарийға жазып, нөміріңді жазшы, нөміріңді қалдыршы демей қойыңыздар. Просто описание кірсеңіздер, сол жерде WhatsApp нөміріміз бар. Амалы барынша әрбір сұрақтарыңызға жауап беруге тырысамыз. Және де бір күн жауап бермесе, екінші күні жауап береміз. Ол жағы міндетті түрде. 3 түрлі жаттығу именно циститті емдейтін, любой жаста емдейтін. Кәрі болсын, жас болсын, бала болсын, қай кезде болсын, қай возраста болсын, қай жаста болсын емдейтін 3 жаттығуды дайындап отырмыз. Бұл именно рефлекторный терапиядан алып келінген, яғни Тибет медицинасы көбінесе неге негізделеді? Біріншіден шөппен емдеу, әртүрлі шөппен емдеуге арналған Тибет медицинасы. Екіншіден рефлекторный медицина дейді. Рефлекторный медицина дегеніміз әрбір нүктені басып емделу деген сөз. Көп адамдар түсінбейтін шығар, әрбір нүктені басып адам емделсе бола ма деген сияқты. Болады. Өйткені не үшін ол Тибеттікте жүрген монахтарыңыз 100-120 жыл өмір сүреді, мысалы үшін кем дегенде дегенім ғой. Өйткені олар өзінің әрбір денесінің әрбір точкасын уже зерттеп болған, қай жерде нені басуды біледі. Біз сияқты емес, тек қана құлаған кезде врачқа барып, құлап өлейін деп жатқан кезде докторға баратын кісілер емес олар. Сол себепті бүгінгі жаттығуды біртіндеп қалдырмай, қатты естілмей жатқан болса, онда дауысын кішкене қаттырақ қойып, жақындап отырып тамашалаймыз ағайын. Дәл осы мына жерде циститтің точкалары бар, яғни уретра точка дейміз. Уретра жолдары дегеніміз сол сідік зәр шығаратын жолдар айтамыз. Сол себепті мынау 3-ші мен 4-ші саусақтың арасында, мынау тура ортасында точка болады. Сол точканы былай кигіземіз, мына саусаққа былай кигіземіз. Былай кигіземіз. Осылай қатты басып қатты кигіземіз. 1,5-2 минуттай осындай жалғасады. Бұл нені білдіреді? Яғни бұл импочкадағы инфекцияларды қорғайтын защитный организм, яғни клеткалар болады. Сол клеткаларды жаңартады және оятады.
сол үшін бұл жаттығуды жасайды. Одан кейін арасын суытпай темде мына жерде, яғни мынау 4-ші, 3-ші саусақтар дейміз, сол жерде саусақтардың ұштарын ғана қолмен былай қаттырек басып мыжимыз. Болды, әрқайсысы саусақтан 1,5-2 минут бойы артқа алға, артқа алға, артқа алға, артқа, мынау 4-ші саусақты артқа алға. Егер сіз солақай болатын болсаңыз, сол қолда істейсіз. Егер оң қолмен жұмыс жасайтын болсаңыз, оң қолда жұмыс істейсіз. Разницасы бар, ағайын, айырмашылығы бар. Сол себепті саусақтар болады. Енді 3-ші жаттығуымыз дәл мына жерде болады. Арасы мынаны істеп болғаннан кейін, бірінші мынаны істейсіз, екінші мынау, үшінші мына жерде, дәл осы жерде точка болады, дәл осы жерде точка болады. Мына жерде кішкене ямка бар, ямочка бар. Шұңқыр дейміз ғой қазақша айтқанда. Сол мына жерде ямочкаға кішкене бассаңыз, сезесіз өзіңіз. Мына жерде екен ғой ямочка деп. Соны сағат тілімен 3-4 минут басып тұрып айналдырасыз. Бұл тікелей қуыққа. Бұның бағанағы точкалар, мысалға почкаларға, именно уретр жолдарына действиясы болатын болса, әсері болатын болса, ал бұнау прямой қуыққа барады. Мынау қуыққа барады. Қуықтағы зәрдің, бағана айтқандай белок, лейкоцит, эритроциттердің мөлшерін азайтады. Олардың мөлшері азайған сайын не болады? Жалпы цистит тоқтайды. Бірден емес, 3-4 күн арасында қолданасыздар, дәл осы 1,5 минут, 2 минут сайын. Болды, басқа осы вариант жоқ. Именно егер дәрімен қолданба, дәріні ішпеймін, дәріні көшпейді, ыстық укол тағайындап жатады, бірақ дәрі қабылдамаймын, осы жаттығумен емделемін десеңіздер, нұр үстіне нұр қайталасаңыздар болады. Мен сіздерге жайдан жай айтып жатқан жоқпын. Бұл именно осы медицинамен айналысқалы беріп, яғни практикамызда 10 жыл болды. Міне биыл Құдай қаласа 2014-те бастағанымыз 2024 болды. Міне 10 жылдан бері адамдарды емдеп келеміз. Білмейтін адамдар, мен есімім Шерхан болады, яғни Тибет медицинасының, восстановительный медицинасының докторы боламын. Ресейде бірінші оқығанымыз, яғни академик Картавенко деген кісілер, Виктор Владимирович Картавенколардың қолында оқыдық. Екіншіден, одан кейін 2 жыл Тибетте, Тибет дегеніміз Қытай емес, адастырмаңыздар, Қытай медицинасы бөлек, Тибет бөлек. Тибетте монахтардың алдына барып, сол жерде әлім алған жеріміз бар. Ол кезде енді кішкене қиындау замандар болды, енді ол кезде қаржылай болу керек, басқа болу керек. Енді ол кезде спонсорлар табылды, Құдайға шүкір. Сол себепті сол кезде үйренген жеріміз бар. Енді бұл сен кімсің, осы уақытқа дейін қайда жүредің деген кеше комментарийлар оқып жатырмын, соған ответ қойын бұл енді. Сол себепті осы жаттығуларды күніге қайталасаңыздар, 3-4 күннің ішінде циститтен емделудің емі осы болады жаттығу арқылы. Дәрімен емес, дәрімен емделсеңіздер болады, уколмен емделсеңіздер болады. Немесе онсыз тек қана жаттығумен де емделсеңіздер болады, ағайын. Ал бүгінгі жаттығу сіздерге ұнады деген үміттеміз. Келесі видеоларда именно простатиттің, ер кісілеріне простатиттің түрлерін кішкене талқылайтын боламыз. Өте көп таралған, былай айтқанда сырқат деп білеміз өзіміз. Үй іштеріңізге аманшылық, отбасыларыңызға тыныштық, өздеріңізге денсаулық тілейміз. Сіздермен бірге болған доктор Шерхан. Қош, сау болыңыздар, ағайын.